Егер сен азанда денің сау болып оянсаң, демек келесі аптаға дейін өмір сүрмейтін 1 миллион адамнан бақыттысың. Егер сен ешқашан соғысқа қатысып көрмесең, жалғыздықта, аштықта, қиындық көрмесең, мына әлемдегі 500 миллион адамнан бақыттысың. Егер сен шіркеуге, мешітке еш қорқынышсыз, өліммен қамап тастаймыз деп қорқытпаса, 3 миллиард адамнан бақыттысың. Егер сенің тоңазытқышыңда тамағың болса, үстіңде киімің, төбеңде тұратын шатырың және төсегің болса, жер бетіндегі 75% адамнан бақыттысың. Егер сенің банкте немесе қалтаңда жинап жүрген кішкене тиының болса, мына әлемдегі жағдайы бар 8% адамның қатарына кіресің. Егер де сен мынаны тыңдап тұрсаң, демек естімеген 500 миллион адамнан бақыттысың. Себебі сенде планшет, ұялы телефон немесе ноутбук бар. Бірде-бір дана адам айтқан екен, саған ақша керек еместей жұмыс жаса. Ешқашан жүрегіңді жараламағандай жақсы көр. Ешкім көрмей тұрғандай биле. Ешкім естімегендей өлең айт. Сол кезде жерде жұмақтай өмір сүресің.